Ол кісілер қолдайды, ол кісілер тілекші, ол кісілер осылар үшін, сіздер үшін уайымдайды. Ол кісілерге орынды, ол кісілерге пәлен түген дей алмайсың. Дей алмаймыз да, себебі көзқарас солай. Соңғы сайыс, өнер сайысында қазір мен айтып тұрмын, ашық сол жерде де көрсетілді. Айгүл, халықтың дауысы сізге көп болды. Бірақ шкаламен есептегенде сізде неше ұпай болады? 9 ұпай болады. Дұрыс қой. Көп ұпайды 9 дейміз. Айгүлден кейін Ақерке. Ақеркеден кейін Айнұр. Айдана. Сол сияқты кете береді. Достар, мен бұл жерде наныкі бұлай демеймін. Бірақ дегенмен де пікір айтатын кезде сәл сарапқа өткізіп барып, сәл дұрыстап жеткізген қайда дұрыс болады. Бекзаттың айтып жатқан әңгімесінде негізі болып жатқан әңгіме артық ештеңе қосып алып жатқан жоқ. Бекзаттан шыққан артық агрессия Ақеркенің даусының көтеріп сөйлеуінен екеуі кәдімгідей бір кезде ұрысып кетіп баратыр. Мен сіздерге айтайын. Айтқан ойыңыз орынды, Бекзат. Орынсыз демеймін. Әлішер, сіздікі де орынды, орынсыз демеймін. Оны Ақерке де орынсыз деп тұрған жоқ. Сендер қумандырш деп тұрған жоқ. Айтып жатсыңдар, бірақ деп өзін ақтау мақсатында, өзін істеген, өзі өткізген бойындағы қиыншылық туралы сіздерге де жеткізіп жатыр. Қазір жеке-жеке отырып, Мариям қандай қиыншылық көрді сол, мысалы, мисып қосылайық. Әр деген ұпайдан кейін Мариям қалай шыққан қал жағдайын білесіңдер ма сендер? Сұрадыңдар ма? Тамаққа апарып сөйлестіңдер ма деген сияқты ғой. Айшин өз күліп, өзі мықты болып, өзі шықты. Оған да оңай болған жоқ. Бір деген ұпайды естіген сайын аяғында күле салды. Бекзат, мен ойлаймын, деген ұпайды естігенде сіз орныңызда тіпті отырпаңыздан медіңіз. Менің ойым бірақ. Сізге, ал сіз қазір отыратын едім деген сияқты ол сізде да ойшы. Мен білмеймін, мен жай ойымды айта салдым. Бірақ менің сізге тікелей тискен жоқ. Мен жай ойымды айтқам, сізге тискен сияқты болып тұр. Себебі бұл кісіге де тура солай болып тұр да, Бекзат. Түсіндіңіз ба? Бір-біріміз түсіндік па? Түсіндік. Садәулет. Бауыржан мырза, не болып кетті деймін да мынау. Ең жаман нәрсесі осы бізде қанжадалық болды ғой. Сол кезде менде ұйқымнан тұрған кезде уже менде хейттан басталды да көп нәрсе. Неге сен лайық емессің, сен қабақтайсың, болмаса сен андайсың, сен мұндайсың деді. Айбек алу керек деді. Бірақ та Тимурдың даусы көп халық бойынша деді. Бірақ та енді былай ғой, не болса да, қалай болса да, әркімнің өзінің қолдаушылары бар. Сіз өте орынды айттыңыз. Әркімнің өзінің қолдаушылары бар. Біз сол жерде адал еңбегімізбен, төккен терімізбен, өзіміздің еңбегімізбен алдық деп ойлаймын. Қазір мен Ақеркені полностью толықтай қолдаймын. Неге десеңіздер, себебі бұның біз қалай қиналғанын, қалай тер төккенін, мүмкін мен өзім кезінде ауырып қалдым, қанжадалық кезде сөйлей алмай қалдым бір түндері да. Бірақ мынақа ешнәрсе болмағандай келіп, ешкімге слабинамды көрсетпей, мен до конца алып шықтым. Ақеркеде де сондай болды деймін да. Бұл да, мысалға, награждение болатын кезде срыв бола жаздады кәдімгідей. Мен көріп тұрдым көзінен, жарылып кетейін деп тұрды. Соншама халық әңгіме айтып жатыр, біреу деп жатыр, анау алып қойған деген сыбыстар таратып жатыр да. Бірақ түбінде қалай болды, Бауыржан мырза? Өзі еңбектенді, адал жолымен алды, халықтың даусымен де бірінші орынға шықты, өнерімен де бірінші орынға шықты. Дегенмен бұл екі адамға мен айтайыншы, сіздер бізді жау көрмеңіздер, өтінішімен байқаймын да. Қалай жау көрмейсің, көң негативтен басқа. Жоқ, сіздер келесіздер да, мысалға. Жаңа Ақерке бір сөзін алмай қалды маған, Бауыржан мырза. Мен бүкіл адамдардан биікпін деп қалды да сөзінде. Ол маған мүлде ұнаған жоқ. Шынымен, мен Ақеркемен жақсы араласам, Сержан ағам әңгіме жоқ. Бірақ мен ондай нәрсені ұнатпаймын. Мен бүкіл адамнан биікпін деген сөз, ол тәкаппарлық, Ақерке. Сен ұнатпайсың оны? Жоқ, қараш, сен маған қазір атака беріп жатсың. Жоқ, мен саған бір сұрақ қояйын ба? Мен сені қолдап отқан адаммын. Просто қараңыз, Сержан аға, алдындағы ситуация қалай болды? Сіз шыққан кезде Ақерке деп айғайламадыңдар деді. Сөйтіп, одан кейін біз осы телевизорға шығарып берген кезде айғайлаған болып шықтық па Ақерке деп, болды. Ол эмоцияға толы нәрсе болды да ол кезде. Адамның құлағы естімей, көзі көрмей қалады ондай кезде Ақерке. Сол үшін, білмеймін, бізді жау көрмеңіздер. Мен по факту айтып жатырмын. Достойно жеңді,
бәрі орнымен құтты болсын. Басқа еш нәрсе Бауыржан мырза, айтпаймын. мен жаңағы сөзге жауап беріп кетсем бола ма? Тұра тұршы. Енді қазір сен айтып отырсың ғой, Садәулет, жау көрмеңдер, біз сендерді қолдаушыларымыз деп. Просто мен ортаға келген сайын, болмаса біз ортаға шыққан сайын, мен бірен сараң мен айтпаймын, бізді қолдаңдар, біз жұппыз, ойбай біз күштіміз деп айтпаймын, бірақ бейтарапты ғана қолданып, тек қана негатив айта берудің қажет жоқ деп ойлаймын. Өйткені біз де пендеміз. Мен мысалы мына жаққа келе жатқан кезде, менде уже мынандай ой болады. Қазір бізді бір-екі адам қолдайды, қалғандар бәрі негатив айтады, и менде защитная реакция ғана тұрады, болды. Сол үшін ғана мені кейде көбінесе ашу мен агрессия оянып кетеді. Болды, басқа дымдар Мен жаңа атақ сөзге- мен сендердің ешқайсысын жеп көрмеймін. Жауап бере кетейінші. Сендермен отырған кездерінде оған барлықтарын сыйлаймын, құрметтеймін. Бауыржан мырза, жаңағы мен бәрінен биікпін деген сөз, ол қандай нәрсе? Ол, во-первых, защитная реакция. Во-вторых, әр адам өзі бәрін биік қою керек, өзін басқалардан. Ол қыздар да біледі. Айгүлден мысалы сұрасаң, Айгүл, сен үшін кім биік десең, Айгүл тұрып, Ақерке менен биік, бойызың ғой деп айтпайды. Айгүл де айтады, мен биікпін дейді. Потому что әр адамға өзі ғана биік болады. Мен сондай мағынада айттым. Мен айтқан жоқпын. Мен биікпін, мен өзіншемін, маған сөйлемеңдер деген жоқпын. Мен просто айттым, қалай Айгүл ол нәрсеге лайық болды, мен де солай лайық болдым. Ішімнен мен үшін өзім өте биік қоям деген мағынада айттым. Бірақ мен тәкаппар адам емеспін, Садәулет. Сен прекрасно білесің. Мен ешкіммен қатты жақын да араласпаймын, қатты алыс та араласпаймын. Мен всегда сондаймын. Бұл корона бар Мен кезде бірақ де нәрсе сондай айта салайыншы, болып Бауыржан мырза, Ақерке, мен дұрыстап тыңдашы. Біз, мысалы, мен қалай Ханзада болдым, сен қалай мисс болдың, иә? Мысалға, екеуміз прекрасно бір-бірімізді түсіну керекпіз. Потому что біздің хейтіміз бір дейді, андай, мынау алу керек еді, мынау алу керек. Ешкімді тыңдама, просто мен халықтың сөзін вообще жоққа шығармаймын. Ол бар шығар. Ол әр адамның өзінің таңдауы дегенмен, бірақ факт, финал қалай болды? Сенде ма жеңіс? Жеңіс сенде. Ит үреді, керуен жүре береді. Қалғандарына вообще назар аудармасаң да болды. Бекзат айтып жатыр, мысалға, сен Ханзадалық кезде андай демей, иә Бекзат, сенікі орынды шығар, просто менің бұл жолым болып кетті десең жарасар ма еді деймін да. Просто андай, сен өзіңнің, оның планкасы басқа, сенің планкың басқа, мен бұл жерде Бекзат түсіріп тұрған жоқпын. Просто болды, Бауыржан мырза. Ойлау қабілеттер әртүрлі. Иә. Бауыржан мырза, мисс басталмай тұрып та бәрі Ақерке кім мисс болуға лайықты деген кезде Ақеркені айтып жүрді ғой. Ақеркені Айнұрды айтты. Иә, Айгүлді де айтқан шығар, бірақ көп адам айтқан жоқ қой. Өнерде, мысалы, өзін таныстырған кезде Ақеркенің көрінісі бір патолог болды ғой, осы жерде ең көп файда алды ғой. Сол кезде мына Айнұр Айгүл аянышты өзінің өмірін көрсетіп кетті, халық аяп Айнұрдың тарабына кішкене өтіп кеткен сияқты. Айгүл ма? Айгүлдің тарабына кішкене өтіп кеткен сияқты көрінді да негізінде. Бірақ енді Ақеркеге айтам, дұрыс ит үреді, керуен көшет. Басыңда, корона басыңда ғой, ол сен мисс кезде, сен Ханзада кезде андай болдың деп атылдың қажет жоқ. Сен болды, сен біздің миссімізсің, болды, ары қарай ешкімге атылдың. Иә, Нұржан, жалпы Бауыржан мырза былай айтқым келіп тұр да, просто жаңа Садәулеттің жеткізгісі келген мынандай нәрседе, просто Ақерке түсініп тұрмын, иә, негатив, ашумен жаңа бетіп айтып қойды да, менің өнерім әлдеқайда жақсы, мен биікпін деген сияқты ше. Ақерке қарапайым болшы дегім келеді саған ше. Для себя дедім. Для себя. Сен де өзің үшін ең биік адамсың айында. Бізде жарнамадан кейін жалғастырамыз, алыстамаңыздар.